Аға, біз қайда жүрміз? Біз үстеу әлеміндеміз. Қара, үстеу қандай сұрақтарға жауап беретінін айтсақ, қақпа ашылады екен. Мен үстеу қандай сұрақтарға жауап беретіні түгілі, өзінің не екенін білмеймін ғой. Оны мен білем. Іс-әрекеттің мезгілін, мекенін, сын қимылын білдіретін сөздерді үстеу дейміз. Мысалы, кеше, биыл, ілгері, төмен, тез, әрең. Ол қайда, қашан, қалай деген сұрақтарға жауап береді. Аға, қараңыз, қақпа ашылды. Тағы да қақпа. Бұл қақпа ашылу үшін енді үстеудің түрлерін айтуымыз керек. Мен мезгіл үстеуін, мекен үстеуін, сын қимыл үстеуін білемін. Мезгіл үстеулері іс-әрекеттің мезгілін білдіреді. Мысалы, бүгін келдім, күні бойы ойнадым. Мекен үстеулері іс-әрекеттің орнын, бағытын білдіреді. Мысалы, жоғары көтерілді, алға жылжыды. Іс-әрекеттің амалын, тәсілін, бейнесін білдіретін сөздер сын қимыл үстеуі болады. Мысалы, балаша қуанды, тез сөйледі. Жолда жан-жануарлар кездескенде әрекеттерін сипаттауымыз керек. Мынау біздің жол серігіміз. Мәссаған! О, қоян. Дана, қоян қалай қозғалады? Қоян өте шапшаң қозғалады. Үкіні қараңыз. Үкі қай кезде ұшады? Үкі түнде ұшады. Айнала қараңғы болып кетті. Енді үйге қалай қайтамыз? Қорықпа, Дана. Қара, Үйге жету үшін қайда жүреміз? енді біз қалай қарай жүру керектігін білеміз.